Ата-бабаларымыз қазақ-қырғыз бір туған деп бекер айтпаған. Соңғы жылдары екі елдің футболы баяу қарқынмен дамыса да, жақсы нәтижелерге жеткені анық. Мысалы, қырғыз елінің футболшылары жақын арада Солтүстік Корея аяқ допшыларын жеңіп, әлем чемпионатының 4-ші іріктеу кезеңіне жақындады. Әдеттегідей, Соққер YouTube каналы екі елдің футбол жайлы айтатын болады. Сонымен, салыстырамыз ба, жарыстырамыз ба? Алдымен ұлттық құрамалардан бастайық. Қазақстан ұлттық құрамасы мен Қырғызстан құрамасының жолдары негізі бірдей сияқты. Екі құрамада көптеген жылдар бойы өзінің конференцияларында аутсайдер статусында болған. Қазақстан Еуропада енді өз жолын тапса, қырғыз бауырлар тек 2018 жылдан бері тәуір нәтиже көрсетіп жүр. Қазақстан футболшылары Еуроға қатсайын деп Грекиядан тас-талқан болып ұтылса, Қырғызстан футболшылары соңғы 2 Азия кубогына қатысып үлгерді. Тіпті бір рет ширек финалға шығып та өз жанкүйерлеріне үлкен қуаныш сыйлады. Әлем чемпионаты туралы айтпай-ақ қояйық. 2026 жылғы әлем чемпионаты ақш, Канада, Мексика елдерінде өтетінін ескерсек, неге көршілес Қазақстан, Қырғызстан мен Өзбекстан елдеріне бірікпеске? Осы елдер жаһан додасын өткізуге өтінім берсе қалай болар екен? Бұл әрине фантазия. Екі ел Азияда, біз болсақ УЕФА-ға мүшеміз десек те, өмірде барлығы болуы мүмкін ғой. Ең ірі жеңілістерге тоқталсақ, көршілеріміз Ираннан ірі есеппен жеңіліп, 7 гол алып қайтқан. Қазақстан да Франциядан 8-0 есебімен оңбай жеңіліп қайтқан. Екі ел футболшылары масқара есеппен ұтылған екен. Бұндай ойын енді ешқашан қайталанбаса екен деген ниеттеміз. FIFA рейтингісінде Қырғызстан құрамасы 103-ші орында болса, Қазақстан құрамасы жақында жеңілістер сериясына қарамастан 107-ші орынға дейін көтерілді. Бұл жақта да екі елдің сандары бірдей екен. Бір туған деген осы шығар. Әрине, біздің футболымызда ірі жеңістер де бар. Қазақтар Пәкістанға 7 гол соқса, қырғыздар Мьянманы 2 рет быт-шыт тас-талқан етіп үйлеріне қайтарған. Соңғы бір жылды қарасақ, біздің батырлар жолдастық кездесуде Түркменстанды 2-0 есебімен ұтыпты. Ал біздің көршілер Тайванды 5-1 есебімен сенімді түрде жауып тастаған. Екі елдің жастары әртүрлі додаларда кездесіп жүр. Мысалы, 2023 жылы Ресейде өткен жарыста U16 санатындағы 2 команда футбол ойнап, біздің жастар көршілерді 4-1 есебімен ұтқан екен. QJ лигасының биылғы жылдың үздік бомбардирі Бағдәулет Нұралы сол ойында дубль жасап көзге түскен. Жақын арада, нақтырақ айтсақ, қазанның 26-сында екі елдің U15 құрамалары доп теуіп, нәтижесінде Қырғызстанның жас футболшылары 3-2 есебімен ұтқан, ал жастар құрамасы болса соңғы рет сонау 2016 жылы достастық кубогында ойнап 2-2 есебімен тең тарқасқан. Бұл көрсеткіштерге қарасақ, бұл жақтағы нәтижелер де теңдей. Клубтық деңгейді салыстырсақ, биыл Астана командасы конференция лигасының топтық кезеңіне жолдама алып, жақын арада атақты лондондық Челсиді өз алаңында қабылдайды. Астана чемпиондар лигасында, Шахтер Еуропа лигасында, Қайрат конференция лигасының топтық кезеңінде ойнаған. Қырғыздардың клубтары болса, сол бір кездері ұлттық құрама дағдарыс кезеңінде жүргендей. Екі елдің жұлдыз футболшылары кім деген сұраққа жауап берейікші? Қазақстан мен Өзбекстан футболын салыстырған кезде біздің анық жұлдыз Бақтияр Зайнуддинов болатын. Қазір Баха клубтық футбол дегенді ұмытты. Сол себепті еліміздің қазіргі ең жұлдызды футболшысы деп Зениттің орталық қорғаушысы Нұралы Әліпті айтар едік. Қырғызстанның басты жұлдызы ол әрине бізге жақсы таныс, Қайратта қырғыз Месси деп атанып кеткен Гүлжігіт Алықұлов. Беларусь чемпионатында доп тебетін Гүлжігіт қазір нарықта 700 000 евро тұратынын да айта кетейік. Енді қос елдің өзара кездесу туралы аздап айта кетсек, өз тарихында командалар 7 рет кездескен, тек біреуінде ғана көршілес елдің футболшылары бізді ұтыпты. Астана аренадағы 7-1 деген есепті әлі ешкім ұмытпаған шығар. Бірақ бұл ойын 10 жыл бұрын болған екен. Хижниченко, Нөсербаев, Қоныспаев, Исламхан мен тіпті қазір ұмытыла бастаған
Жолчиев те гол соққан кездесуді жақын арада неге қайталамасқа? Соңғы жылдары медиа футбол деп аталатын шоу матчтарда да біздің құрамалар кездесіп үлгерді. Алматыда жарты жыл бұрын өтіп кеткен кездесуде Дидар Сыдықбек бастаған Қазақстан медиа футболшылары 4-3 есебімен жеңіске жетіпті. Жарайды, бүгін екі елдің футболын жарыстырдық, салыстырдық. Екі елдің футбол деңгейі біздің ойымызша шамалас деңгейде екен. Екі елдің футболы жыл сайын дамып жатқаны көзді қуантады. Қырғызстан Азияны, ал Қазақстан Еуропаны шулатсын. Достар, сіз де YouTube'ты шулатыңыз. Осы видеоға аямай лайк басайық, пікір қалдырайық және де тіркелейік.